естественных знания. Бұл құт, бұл сенің жаның. Көктегі Құдайды танығаның, көктен бұйырылған адамды тапқаның. Кел, Құдайды істеп атсаң, маға кел. Мен айтып берейін. Құдай нені қалап атады, мен бата берейін. Құдайды істеуле кетпе қава ташты айланып. Айылдағы ақсақаларға бар. Атаң Құдайың деп бекер айтпайды қой. Атаңан тапчы бірінші батаны, атаңан алчы бірінші бағытты. Мұна азырқы күн тәртібіндегі мәселе қантып энергияға айланабыз. Қантып аламға айланабыз. Аламға айланышы бірінші жақшы аялға айланшы. Бар бұл сенде жақшы сыпат. Кебетен қанте, чачың қырқылған, мұрдың түшіп қалған, тиштерің түшіп қалған, кебетен қанте айлана. Жеңе, еже, кел бір түс бөліңді оңдочу. Түшінігіңді оңдочу. Сен алды кебетенен періштелер емес, инопланетандар емес, акем қорқып, үйге келбей қойышы мүмкін. Қабылайын деп атсаң, ғызылдап тұрсаң, қауаңды бүркеп тұрсаң, кел гүліп қойды жоқ дегенде. Мен жаратқан мейірімден өлім түбелік қоштошот, ордын жойот дейді. Гүліп қойды. Қана? Сіз гүліп жүрсеңіз, гүліп ырдап жүрген жерде гүл жақшы өсөт болып атпайбы? Сіз гүліп тұрсаңыз, періштелер болады. Мейірім төгіп тұрыңыз, келе қой деп. Адам болып келе қой. Саламатта қалыңыз, саламатсыз бі, іштеріңіз жақшы бі, ошоға ақылың жетпейбі. Сұрап, келе қой ала барай, мұндай, екі оз сөзің. Ошол сенің түшінігің, ниетің, пейлің, жүзіңін көрініп тұрыш керек. Жүрегің таза болса, жүзіңін нұр тағам тұрыш керек. Оозыңан бал тағам тұрыш керек, құт тағам тұрыш керек. Қана гүліп қойшы мұндай, гүліп, өзіңе жақшы гүліп мұндай. Не болды? Періштелер ұшы дүйнөгө ыйлағаны келді бе? Жебір күйесімен адин-адинге шыққаны келді бе? Гүліп қойшы мұндай, гүліп. Келе қой деп. Қанша бұт кірсе ошончо құт кірет, кел, ал өзінің рызқысы менен келет келген киши. Келсин, кичине чай ичсин, дәбірөө көтөрө келет, ушу елге чай берет деп, дағы аржақтан бір қайыптан бұйрылып келет рызқы. Берчі мына, елдің энергиясын беріп атам ғой мен. Мен өзіме сақтап қалған жоқ, бұл жеке башым үшін берілген жоқ та. Менде эгоизм жоқ, иниян өзі эгоизм. Мен ошо ел көктөп кетсе, маға окшоп кетсе, мен ошондо кубанычтамын. Ескиче бийликтегилер, эски түшүнүктөгүлөр адамзатты улуулук алып өтө албайт. Урматтуу улуу журтум. Жөн эле биз дагы энергия коротуп атабыз, ошо бийлик башындагылар да энергиябызды коротуп атат. Акчабыз короп атат, убактыбыз, учур чагыбыз бүт короп атат. Эгер сиз улуулукка өтүп кетсеңиз, айтып аткан экономика өзү эле көтөрүлүп кетет. Ар бир үйдө көтөрүлүп кетет. Эмне дейт? Касиетиң болбосо каражат качып кетет деп атат. Сен касиетке калыптангандай үйүңө каражат келсин. Элдин баары касиетке калыптанса, мамлекетте каражат болот. Жалган айткан жерде жакырчылык болот атпайбы? Башчыларыбыз жалган айтып атса, атабыз жалган айтып атса, үйдө кайдан рызык болот? Коркок хан конушун сатат болуп, көрүнгөн жерди сатып атса, каяктан рызык болот? Ел ушу 2020 жылга жетсе экен, чыдабай калат эл. Эски бийликти динди күйүп коет. Бул эми көк асман алдабайт. Элге дагы, жерге дагы аламдан нур төгүлдү. Эми ушу эпчилдик кылып, мендей сүйлөп, эбин таап, элди бурулуш кылып болбасак, каны кайнай берет Кыргыздын. Бунт чыгара берет.